Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің гранттан қалай бас тартқанымды және не үшін бас тартқанымды сіздермен бөлісетін боламын. Ал одан бұрын ұбт оқиғамды сіздерге баяндап кетейін. Менің есімім Асылжан, мен 140 онлайн білім беру орталығының маркетинг бөлім басшысымын. Мен ұбт-ны 2020 жылы тапсырған болатын. Жалпы дайындығым қалай болды? ұбт-ға дайындықты негізі қыркүйек айынан бастадым, және мен офлайн курстарда білім алдым. Бір емес, бірнеше офлайн курстар оқыдым. Өзім Ақтөбе қаласынан және Ақтөбедегі бар мен деген офлайн курстардың барлығында білім алдым. Бірақ менде мектеп кезінде көптеген жарыстарға шығу деген міндетім болатын. Өзімнің жаңағы олимпиадалар, абай оқулары, мұқағали оқулары сынды жарыстарға шығып тұратынмын. Және осы мектепте 11-ші сынып оқып жүрген кезде қараша айынан бастап мені бір осындай республикалық олимпиадаларға дайындай бастайды. Сөйтіп бүкіл фокусым олимпиадаларға, жарыстарға дайындыққа кетіп қалды да. ұбт-ға деген барлық назарым ұбт-ны мүлдем ұмытып кеттім. Дайындығымды да ұмытып кеттім. Сөйтіп қарашадан бастап наурыз айына дейін осы жарыстармен дайындалумен ғана жүрдім. Және сөйтіп жарыстарға дайындығымда жақсы нәтижесін берді, республикалық кезеңдерге өттім. Сөйтіп қуанып мәз болып жүрем, бірақ ұбт-ны мүлдем ұмытып кеткем. Бірақ менде мынандай үлкен плюс болды. Егер мен республикалық жарысқа шығып, одан бірінші орын бас жүлде түгіл, просто екінші, үшінші орындарды алсам, осы ұлттық университеттерде, немесе басқа да университеттерден маған грант беру мүмкіндігі бар еді. Мен соған үлкен үміт арттым да. Аны 2-3 жарыстардың хотя бы біреуінен орын алсам, әйтеуір грант беріп жатса, ұбт-сыз-ақ мен грантқа түсіп кетемін деген менде үлкен үміт болды. Сөйтіп бүкіл фокусымды дайындыққа, жарыстарға дайындыққа қойып, ұбт-ны мүлдем ұмытып, мәз болып өмірге жүрген кезімде мамыр айының ортасына келеміз, және бәріміз білетін коронавирус біздің Қазақстанға депутаттардың болжамы бойынша кіріп келеді. Сөйтіп, коронавирус кіріп келгеннен кейін барлығымызды карантинге жапты, мектептер жабылды, жарыстардың барлығы отмена болды. Сөйтіп, менің бүкіл үміт артып, ұбт-сыз-ақ грантқа түсіп алам деп жүрген жарыстарымның бәрі просто болмай қалды. 3 жарыстан да отмена келеді, бірінен соң бірі. Менің осы кезде сағым сынды. Мен қараша айынан бастап ұбт-ға мүлдем дайындалмай қойғам. Тек сентябрь, октябрь айларында ғана дайындалдым. Қараша айынан бастап мүлдем дайындықты қойдым. Енді тарихтан, әдебиеттен бәрінен ұмытып қалдым жаттаған материалдарымды. Тек қана қазақ тілдің базасы ғана басымда бар. Математикалық сауаттылықты шамалы білем. Тарих пен әдебиетте факттар көп болғандықтан мен олардың барлығын ұмытып қалғам. Осы кезде паника басталды менде. Март айында бүкіл кітаптарымды қайтадан тауып алдым, жинадым. Күндіз түні өзімнің дисциплина қойып, отырғызып, дайындалып жүрем. Бірақ ол дайындығым ұзаққа созылмайды. 1 апта, 2 аптаның көлемінде солай өзімді отырғызып қойып дайындалам. Бірақ бәрібір біреулер келеді, достарымен шығып кетесің, басқа нәрсемен айналысып кетесің, телефон қарап кетесің. Әйтеуір бір тәртіп болған жоқ, өзіме тәртіп орната алмадым. Сөйтіп жүрген кезімде мен 140 онлайн курс туралы бұрын февраль айында, ақпан айында естігенім есіме түсіп кетеді. Мен осы курс туралы естіп едім ғой деп. Сөйтіп Инстаграм бәрін ашып қараймын. Сол кезде сәуір айына тіркелу жүріп жатады. Тәуекелге бел буамда, кеште болса, әйтеуір бірдеңесі болар деп 140-қа сәуір айына тіркелем. Сөйтіп тіркелгеннен кейін менде тәртіп, дисциплина, фокус деген нәрселердің бәрі орнына келді. Менде дайындалатын орта пайда болды. Мен өзіме көп жұптықтар жасаймыз ғой біз. Сол жұптықтардың ішінен өзіме жақсы көретін 2 жұп тауып алдым. Біреуінен әдебиеттен дайындалам, бір жұбымен, біреуімен тарихтан дайындалам. Сөйтіп сол 2 жұбымен күндіз-түні сөйлесіп жүріп, дайындығымды жақсартып алдым. Сөйтіп сәуір айы, мамыр айы бойы мен жақсы фокуспен, дисциплинамен дайындалдым. Бірақ өздерің білетіндей, бірнеше айдан бері дайындалмаған, қарашадан бері кітаптың бетін ашпаған балаға 2 айлық дайындық негізі аздық ететін еді. Сөйтіп, сол ұбт-ның уақыттарында мен жаңағы жарыстардың грантына үміт арту арқылы көптеген уақытымды жоғалтып алдым. Сондықтан менің айтар кеңесім, ондай республикалық жарыстарға қатысқан дұрыс, олардың грант беретін үлкен плюстары бар, бірақ оларға бір нәрсеге ғана бүкіл сенімімді артып, ұбт-ға деген дайындықты қоя салу ол үлкен менің қателігім болды осы ұбт-ға дайындалу барысында. Сөйтіп мамыр айы, сәуір айы бойы жаңа 2 жұбыммен бірге өте жақсы дайындық жасадым. Күндіз түні тарих пен әдебиетті жақсы игеріп алдым. Сөйтіп игеріп алғаннан кейін ұбт тапсыратын күн келеді. ұбт тапсыратын күні
қобалжыдым, ұбт тапсыратын күнге дейін қатты қобалжыдым. Бізде бір ақ шанс қой. Бір ақ шанс, ұбт тапсыратын күнге дейін мен бүкіл мына дірілдеу, қорқу, андай страх, стресс бәрі болды менде. Бірақ именно ұбт тапсыратын күні ештеңе сезген жоқпын. Түк сезген жоқпын. Бір қорқыныш та болған жоқ. Просто ештеңе сезбедім. Таңертең ұйқымнан тұрдым, тамағымды кішкене ішіп алдым да, машинаға отырып, ол кезде карантиннің кезі, ешкім жиналып бірге баруға болмайды, әркім өз үйінен барады. Отырып, жай ғана ұбт тапсыратын тестілеу орталығына келдім. Және тестілеу орталығына келдік, біз 2020 бәріңіз білетіндей, ең алғашқы рет қатаң тексерулер орнап жатқан кез болды. Ең алғашқы қатаң тексерулер. 2019-да ондай тексеру болған жоқ. 2020-да ең алғашқы қатаң тексерулер, бірақ бәрі бірде мен соткамен крем деген надеждамен келген. Және ана металлоискательде көбісі соткамен ұсталып жатады, оларды шығарып жібергісі келеді, ана жерде паника, қыздар жылайды, әртүрлі сцена қояды. Сонымен бүкіл менің психикама әсер ете бастады. Мен металлоискательге дейін келгенше өте спокойно келдім, ештеңе уайымдамай, қорықпай, бірақ ана жерде қыздардың сценасын көргеннен бастап менің уже жүрегім дүрсілдей бастады. Қолымда ешқандай сотка болмаса да ештеңе алып кірмедім. Мен алып кірсем де пайдалана алмайтынымды прекрасно білдім. Себебі мен түрін білдіртіп қояды бірден. Не қолданып отқанды, шпаргалка ұстап отқанды түрінен сразу білініп тұрады. Сондықтан мен оны білгеннен кейін ештеңе алып кірмедім. Бірақ ештеңе алып кірмесем де жаңағы қыздардың жылап жатқанынан менің жүрегім қатты соғып, дірілдеп қорықтым сол жерде. Сөйтіп өзіміздің кабинетімізге келдік, орындап жатырмыз. Сол орындап жаттыру барысында да көбісі телефонмен ұсталып қалып жатты. Камерадан ана жақтан көреді де, комиссиялар келіп, телефонмен бірге алып, ол қыздарды шығарып жіберді. Ал бірақ қыздарда ана бұрынғы тапсырғандардың айтқанынан бір надежда болған ғой, мен телефонымды тартып алады да, өзім ары қарай орындай беремін деген. Бірақ өкінішке орай 2020-да ондай болған жоқ. Телефон тартып ала ма, онда өзің де шығып кетесің. Телефонмен ұсталдың ба, өзің де кете бересің, болды. Енді тапсырмайсың. Сондай нәрсе болды да, ал қыздар оны ойламаған, телефонды беріп жіберемін де, өзім отыра беремін деп ойлаған. Сөйтіп қыздың өзіне шық деген кезде олар ана жерде тағы да сцена қояды. Жылайды, әртүрлі нәрселер айтады, адамдарды шақыртады, біреулер талып қалады, неше түрлі ана жерде қалудың амалының барлығын істейді. Сол нәрсенің бәрі ұбт-дан фокусында алып кетті. Қайта-қайта алаңдап кете беремін, қайта-қайта олар үшін қорқамын, олар үшін жылағым келіп кете береді. Солай әртүрлі эмоция сезініп отырдым. Және мен білмеймін неге екенін, ұбт-ға келген кезде отырып шешіп белгілеп отырған кезде менде мынандай қорқыныш всегда мен үлгермей қаламын. Мен үлгермей қалам болды. Маған тез істеу керек. Мен демалмадым да. Мен бірінен соң бірін істедім да, үлгермей қалам деп қорқып отырдым. Уақытқа да мән бермедім. Тіпті айналама ешкімге қарағым келген жоқ. Ана қыздарға алаңдап кеткен сайын, мен үлгермей қалам деген нәрсе есіме түсіп, қайтадан кірісіп кете бердім да. Бізде 4 сағат уақыт беріледі, және 2 сағаттан кейін сен маска ауыстырасың. 2 сағаттан маска ауыстырасың. Мен бәрін белгілеп болдым, бәрін тексеріп алдым, уже қағазға түсіріп тастағам. Енді оны өзгертпесін, біз соңғы қағазбен тапсырған потокпыз да. Енді оны қағазды да өзгертуге болмайды, бәрін белгілеп қойдым. Отырмын, бәрін тексеріп тастадым. Жота ешкім шықпайды. Ана шығармашылық таңдаған, 2-ақ пән таңдаған қыздар да шықпайды әлі. Ешкім бітірмеген. Мен не үшін ерте бітіріп қойдым, мен уақытым жетпей қалатын еді ғой деп ойланып отырмын да. Сөйтсем, оқушылар 2 сағат өтті, масканы ауыстырамыз дейді. Сонда мен манағы тапсырманың бәрін 2-ақ сағатта орындап тастағам. Не үшін асыққанымды, қайда асыққанымды өзім де білмеймін. Сөйтіп маска ауыстырамыз дейді, масканы ауыстырып аламыз. Шығармашылықтың бір қызы қағазын тапсырып, мен ұбт-ын тапсырып болдым деп шығады. Шығармашылық өздері білесіңдер, 2-ақ пән. Мен мана тапсырып болдым, масканы айтпай тұрып. Не істеймін енді ақыры ештеңе өзгерте алмаймын. Болды, бәрін белгілеп тастаған. Жақсы, енді бұйырғаны осы шығар дедім да, тапсырып қағазында ештеңе өзгерте алмайтын болғасын. ұбт-ны 1 сағат 40 минутта ма, 45 минутта ма тапсырып, 2 сағатқа жетпейтін уақыттың ішінде мен ұбт-дан шығып кеттім. Шықсам, далада ешкім жоқ. Әлі ешкім шықпаған. Мен директорым, класс жетекшім тұр. Менің бір өте андай оқушылар болады ғой, алма кетті домалаппен белгілеп тастайтын. Сондай класстасым ғана тұр. Тоже солай тек А, Б деп өтірік белгілеп, сұрақтарды да оқымай белгілегенде шығып кеткен. Сол класстасым тұр. Класс жетекшім мен директорым ғана тұр. Басқа ешкім жоқ. Мені көріп, класс жетекшім мен директорым тіпті шошып кетті. Олар мені білмеймін, соткамен ұсталып қалды ма, әлде біреу бірдеңе қылып жіберді ма, білмеймін, қағазын дұрыс істемей қойды ма деп бәрі мені уайымдап.
сол кезде түрлері шошып кеткен, мен ерте шыққаныма. Бірақ мен айттым, иә, бәрін белгіледім, шықтым. Сонда да класс жетекшім қоймайды, сен әдебиетті ұмытып кеткен жоқсың ба, қазақ тілді оқу сауаттылығын ұмытып кеткен жоқсың ба, бірдеңені қалдырып кеткен жоқсың ба деп. Ақыры сөйтіп бәрі қорқып, бірақ мен де ойланып кеттім сол кезде, шынымен мен бір пәнді белгілемей қойған жоқпын ба деп. Бірақ есіме түсірдім, бесеуін бәрін дұрыстап белгілеген, шыққан. Сөйтіп ол класс жетекшім мен директорым шошып кеткенге, мен ерте шыққаным үшін мен де шоши бастадым. Менде де страх, менде де қорқыныш бола бастады сол кезде. Сөйтіп кешке дейін, енді біз сіздер сияқты бір кнопканы басу арқылы балымызды көре алмаймыз, кешке дейін результат күту керек. Сөйтіп үйге бардым, кешке дейін уақыт өтіп болмайды енді. Уақыт өтіп болмайды, не істеймін енді, уақыт өтіп болмайды, күтіп жүре берген тағы қиын. Барамын да ұйықтаймын. Арамда ұйықтаймын, 6:30-ға будильник қоямын да, бар ұйықтап қаламын. 6:30-да шығады дегенді естіп алғанмын. Сөйтіп 6:30-да шықты, ұйқыдан тұрдым, класстасын бәрі шулап жатыр екен, мен мынша балл алдым деп группа. Содан кейін мен де қарайын деп, балымды қараймын. Сол кезде бізде әдебиеттен көбісі аз алып атты, 28, 29, 22. Сосын Жужай апай ұрсып жазып жіберген болатын. Егер 30-дан төмен алатын болсаңдар, жандарыңды шығарамын деп. Сөйтіп мен қорқып кеттім да, енді именно әдебиетім ғана әйтеуір 30+ болса екен, қалғанын құдай бәрібір не болса да, әйтеуір әдебиетім 30+ болса екен деп жүрегім дүрсілдеп жаңағы ашам. Астындағы общий балды бүйтіп қолмен жауып тұрам. Үстіндегі сабақтарды жауып тұрам. Сөйтіп каждый пәннен бүйтіп балын жаймен қараймын ғой. Ең соңғы әдебиет тұрады. Жаймен әдебиетті ашам, 32 дейді ғой. Дедім ғой, әйтеуір Жужай апай ұрыспайды дедім. Сосын жаймен қазақ тілді көтеремін, сөйтіп бәрін бүкіл балымды қарап шықтым да, пәндерін соңын ашып қалым, 110 бол. Сөйтіп 110-ға не қуанарымды, не қуанбасымды білген жоқпын. Себебі 2020-да бізде примерно қанша балмен грантқа түсетіні ол вообще белгісіз болды. Себебі 2019-ға қарағанда көбісі төмен алып атты да, 2020-да. Сөйтіп білмедім, қанша 110 балл жете ма, жетпей ма дегендей күдікті сұрақтардың ортасында жүрдім, бірақ сонда да қуандым. Сан әдемі болып тұрды да, 110 деген бір 109 емес, 108 емес, 110 болып тұрғанына мәз болып қуанып жүрдім. Сөйтіп грант шешімі шығатын уақыт. Сол уақытқа келдік. Мен белгілеген кезде Абай атындағы педагогикалық университет филологиясы, Абай атындағы педагогикалық университет педагогикасы және Жұбанов педагогика деп белгілеймін. Бірақ Абайдың филологиясына түскім келеді. Бірақ 110 балым примерно филологияға аз екен жүрегім сезді негізі. Бірақ ішінде бір үміт болды, бәрібір түсем ғой деген. Сөйтіп грант балы бізде шыққан кезде мен гранттың нәтижесін ашып қараймын. Қалай ойлайсыңдар, қайда түстім? Әрине, Жұбановқа түстім. Жұбанов педагогикалық университет, Жұбановтың қазақ тілі және әдебиетінің педагогика мамандығына түстім. Сөйтіп бүкіл настроением түсіп кетті. Как будто грантқа түспегендей, как будто ештеңе андай бір вообще проходной жинамағаннан да жаман болдым ана жерде. Қатты жыладым, үйде ешкім болған жоқ. Мен гранттың нәтижесін естіген кезде әркім өз шаруаларымен кетіп қалған болатын, үйде өзім ғана болдым. Сол үлкен стресс болды маған. Үлкен стресс болды. Ұзақ уақыт ешкіммен сөйлескен жоқпын, және Ақтөбеде қалам ба не деген сұрақ тұрды басында. Менің мақсатым басқа қалаға бару, басқа қалада өзімді реализовать ету, Алматы немесе Астана қалаларында деген сияқты. Алматыға барғым келді ғой, Абайды белгілегенмен қарағанда. Сөйтіп, сондай мақсатпен жазғаннан кейін Ақтөбеде қалатыныма қатты ішім ашыды. Сөйтіп жүрдім, бірақ платныйға Алматыға түсу деген әзірге ойымда болған жоқ. Атаным өзі предлагать етті. Амам өзі отырып, сен ақыры Ақтөбеде оқыған келмейді, ақыры Жұбанов педагогика мамандығын қалап тұрған жоқсың, ендеше босқа 4 жылыңды қор қылма, өзің ұнатпайтын мамандықта жай ғана грант үшін оқып 4 жылыңды қор қылып қайтесің, одан Алматыңа бара бер. Қай университетке қандай мамандыққа түскің келеді, соған түсе бер, біз өзіміз оқытамыз, көмектесеміз деді. Не қуанарыңды, не жыларыңды білмейсің ғой ана жерде. Қуанайын десең, бәрібір салмақ түсіретінді біліп тұрсың. Қуанбайын десең, өзіңді арманың сол. Сөйтіп әртүрлі эмоциялармен бүйтіп қалдым да сол жерде. Бірақ ішімнен ойлап қоям, мүмкін үйде оқығаным жақсы шығар, стипендия алып, грантта, үйден шығып, үйден құрып, үйде боламын деген сынды әртүрлі ойлар келеді сол кезде. Бүкіл ракурстан қарап кетесің ғой ана проблеманы. Сөйтіп, бірақ ақыры арманыма адал болайын деп шештім.
Алматыға барған кезде осындай нәрселер істеймін деген жоспарларым, армандарым болды. Сол армандарыма адал болайын деп шештім де, онда мен Абайға филологияға тапсырайын дедім. Сөйтіп, Жұбанов университетіне барып, қазақ тілі әдебиет және педагогика мамандығына түскен грантымнан бас тартамын деп барып заявление жаздым. Грант маған қажет емес деп. Сөйтіп, секретаршысы көз бақырай отырып менің заявлениемді қабылдады. Өзі күтпеген болу керек, өйтіп гранттан бас тарту деген нәрсені. Айтпақшы, менің Абай университетіне түсуге 1 балл жетпей қалды. Абай университетінің филология мамандығына соңғы болып түскен оқушының балын қарағанда, түлектің балын қарағанда 111 болып тұрған. Ал ауыл квотасымен 107 балға дейін түскен. Мен қала мектептерінде оқыдым, менде ауыл квотасы болған жоқ. Егер ауыл квотасы болғанда мен 110 балмен міндетті түрде түсер едім. Немесе ауыл квотасы болмаса да 1 балл хоть жоғары болғанда мен түсетін едім. Сөйтіп, енді бұйырғаны осы болар дедім де, отказымды жаздым гранттан, сөйтіп Алматыға документімді дайындадым. Мен Алматыға барып үлгермеймін, тапсырайын десем. Мен Алматыға барып 2 күн кетеді, самолет, пойыз, ол кезде бәрі түлектердің сабылып жүрген уақытта еш жерге билет жоқ просто. Мен аяқ астынан шешім қабылданды ғой. Ал грант документтер тапсыратын уақыт уже 2 күн ба қалған. Сөйтемде бүкіл документтерімді жинап, ол кезде экспресс-курьер деген бар, андай максимально тез жеткізіп береді сенің документіңді, кажется, сол 1,5-2 күнде Алматыға. 2 күнде жеткізіп береді. Сөйтіп сол курьерге бүкіл документтерімді беріп, ол 2 күнде Алматыға жеткізді. Алматыда осы жерде әпкем болды, апам, біз жақта апа дейді сестраны. Сол әпкем документтерімді алып, сол күні барып, прям соңғы күні Абайға тапсырып үлгердік. Соңғы күні ғана үлгердім документтерімді тапсырып. Сөйтіп, Қазақ ұлттық педагогикалық Абай атындағы университеттің филология факультетінің студенті болып шыға келдім. Қатты қуаныш пен уайым деген эмоциялар екеуі қатар билеген кез болды мені сол кезде. Ақылы бөлінде оқу қалай болады ертең, бірақ үйде қалып қоймай, Алматыға барғанымда жақсы ғой деген 2 ойдың ішінде әйтеуір сол жаққа түсіп кеттік. Одан кейін жұмыс істей бастадым, алғашында жоспарлықта куратор болдым, кейін контент-мейкер болдым, сөйтіп оқуымды жаймен төлеп, яғни үйге де ешқандай салмағымды салмай, қазір 3-ші курс студентімін, 3 жылында әйтеуір үйге ешқандай салмағымды салмай бітірдім. Енді соңғы 1 жыл ғана қалды. Сөйтіп, менің ұбт оқиғам осылай болды. Гранттан бас тарту деген нәрсе, қорқынышты немесе бір мүмкін емес нәрсе болып көрінуі мүмкін, себебі бәрі сол грантқа ұмтылады ғой. Бәрі грантқа ұмтылады, ал сен барасында гранттан бас тартасың. Ол әрине түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Бәрі грантқа ұмтылады, бірақ гранттан бас тарту ол бір түсініксіз нәрсе болып көрінуі мүмкін. Не деген ақымақ, бәрі грантқа ұмтылып жатса, бұл гранттан бас тартып жатыр деген. Бірақ өзіңе ұнамайтын мамандықта, өзіңе ұнамайтын университетте оқу 4 жыл уақытыңды сарп ету грант үшін, ол мен үшін үлкен қателік, осы түсініксіз, осы ақымақтықтың ісі деп ойлаймын. Сол себепті өздеріңізге ұнамайтын жерде, өздеріңізге ұнамайтын мамандықта өз денелеріңізді, өздеріңіз қинамаңыздар. Жай ғана ақылы бөлімде оқу сіз ойлағандай қорқынышты емес. Ол да бір сіз үшін үлкен тәжірибе болады. Сондықтан өз таңдауларыңыз жасаңыздар, тек қана грант үшін 4 жыл уақыттарыңызды сарп етпеңіздер. Өмірде гранттан да жоғары, өмірде гранттан да бағалы нәрсе бар, ол уақыт. 4 жыл ұнамайтын мамандыққа кеткен есіл уақытты одан да үнемдеңіздер, дұрысынан пайдалы қолданыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, ұбт-ны сәтті тапсырып шығуларыңызға тілектеспін, және қалаған қалаңызға, қалаған мамандығыңызға, қалаған университетіңізге грантқа түсуіңізге тілектеспін. Армандарыңыз орындала берсін. Сау.